Ассаламу алейкум ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фируза Мырзаева. Сіздерге уәде етілген тейп арқылы жасарудың тегін марафонының екінші бөлімін шығарып отырмын. Бұл бөлімде біз ханымдар көз айналасының әжімін кетіруге жұмыс жасайтын боламыз. Ең бірінші сіздерге тейп жабыстырмас бұрын көз айналасына арналған кішігірім өте нәтижелі массаж жасап көрсеткім келіп отыр. Сонда ғана сіздер тейптеріңіз жақсы жұмыс жасайтын болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші ханымдар, қазіргі таңда жап-жас қыздардың өзінде көз айналасында мимикалық әжім болады. Өйткені біз көз айналасына аса күтім жасай бермейміз. Сондықтан күтім жасағанда көз айналасына арналған арнайы крем алып, міндетті түрде жазында және кешке жауып, оған ылғал беріп отыру керек. Сонымен қатар массаж жасау арқылы сіз ол әжімді тереңдетпей тұрып кетіре аласыздар. Бүгін соған орай сіздерге өте нәтижелі өзім жасайды. Гусиный лапки дейді ғой, самайға қарай созылған әжімге жақсы көмектесетін, және де көз астындағы ұсақ әжімдерді жақсы кетіретін массаж комплексін бөлісетін боламын. Негізі біздің көзіміздің айналасында осындай дөңгелек орналасқан бұлшықет бар. Сол бұлшықет спазмға түскен кезде былайша айтқанда емін-еркін тұрмағаннан кейін, қысылып қалғаннан кейін бізде әжім пайда болады. Енді сол бұлшықетті біз міндетті түрде емін-еркін өзінің жағдайына түсіруіміз керек массаж және тейп көмегімен. Ендеше қазір сіздерге бір-екі комплекс көрсетейін. Ең бірінші мына көзіме жасап көрсетейін. Қолымызды ұстаймыз, жоғары жағынан сәл тартамыз, екінші қолымызды тартып, бір көзімізді жұмып ашамыз. Біздің екі қолымыз кішкене тартып тұру керек. Осылай 10-15 рет жұмып ашамыз. Бұл біздің көз айналасындағы бұлшықеттің жұмыс жасауына жақсы көмектеседі. Қыздырып алады. Осылай 10-15 минут жасағаннан кейін астыңғы қолымызды түсіреміз. Үстіңгі қолымызбен ұстап тұрып, астыңғы қолымызбен көздің жанындағы бұлшықетті басып өтеміз. Жұмсақ түрде. Бірақ поверхностьте жүрмейміз. Терімен емес, бұлшықетпен жұмыс жасаймыз. Одан кейін ханымдар астынан ұстаймыз. Екіншісінен қолын үстінен осылай сырғытып массаж жасаймыз. Негізі жаңағыдай бірінші қыздырып алғаннан кейін біздің бетіміз кішкене қызып майланады. Өзінің терінің майы шығады, оған арнайы бір крем жағудың қажет жоқ. Бірақ егер қатты бетіңіз құрғақ болатын болса, кішкене крем жағып жіберіп жасасаңыздар болады. Осылай істегеннен кейін екі қолыңызбен тура ортасына басып, қарама-қарсы бағытта созамыз. Яғни бұлшықетпен жұмыс жасаймыз. Бұдан кейін екінші көзімізге тура солай жаттығу жасап аламыз. Бұл жаттығу ханымдар көз айналасындағы әжімге жақсы. Енді көздің астында әжім бар ханымдар бар, ол кісілерге мына жаттығу жасауға кеңес беремін. Екі саусағымызды біріншісінің алдына көздің басталатын тұсына және аяқталатын тұсына қойып, тек астын ғана жоғары қарай жұмамыз. Бір нүктеге қараймыз, астын ғана жұмамыз. Осылай 30 секундта немесе 1 минутта жасағаннан кейін қастың үстінен біз көзіміз айналасында бұлшықетті босату керекпіз. Тыныштандыру мақсатында үстін басып шығамыз. Ең соңында осылай жеңіл ғана ұрғылаймыз. Осымен көз айналасына арналған массажымыз бітті. Енді тейпті жабыстыра берсек болады. Тейпті жабыстыру үшін алдымен тейпті алып аламыз. Жаңа кішкене өлшейміз. Жерге дейін өлшеп, қырқып аламыз. Осындай көлемде тейпті жабыстырып аламыз. Мына жерден бастап осы жерге дейін өлшеп. Енді осыны екіге бөлеміз. Ровно екіге бөлеміз. Өйткені бұл бізге жалпақты қылады. Екіге бөліп аламыз.
екіге бөліп алғаннан кейін ханымдар оның ұш жақтарын дөңгелектейміз. Төпішті болып тұр ғой. Бізге дөңгелектеп алу керек. Сонда жұмыс жасау жеңіл болады. Үстінде, астында. Енді дөңгелектеп алғаннан кейін ортасынан қырқамыз, бірақ соңына дейін апармаймыз. Неке, осылай қырқып аламыз. Екінші қалай жабыстырамыз? Неке, дайындап алған бөлшегіміздің қырқылмаған бөлігін созып аламыз. Созғанда тартып аламыз. Және де бізде мына жерден бастап жайлап көздің астына жабыстырамыз. Одан кейін екінші бөлігін кішкене одан төмен қарай жабыстырамыз. Бұлай жабыстырған кезде ханымдар ешқашан тейпті созып барып жабыстырмаңыздар. Барынша жай ғана жабыстырасыз. Тейпті созып, бұрып, ондай қажет емес. Тейптің өзінің андай қысымы жеткілікті әжімді жоюға. Енді екінші бөлігін қалай жабыстырамыз? Екінші бөлігінің бастауын тура мына тейптің үстіне жабыстырамыз. Мына жердегі бастауға жабыстырып аламыз. Жаңағыдай созсаңыздар өзі созылады. Созылатын бетіне қарай. И осы жерден бастаймыз. Жаймен көздің үстіне бағыттаймыз. Екінші бөлігін созбай қастың үстіне бағыттаймыз. Неке. Бір жабыстырудың түрі осы, үстінен жеңіл түрде біз басып шығамыз. Ал енді екінші жағына тағы басқа жабыстыру түрін көрсететін боламын. Осылай жабыстырғаннан кейін екінші жаққа мен сіздерге басқа түрін жабыстырып көрсететін боламын. Ол үшін бізге тейптен кішкене қырқып алу керек. Кішкентай көлемде. Бізде мына беті созылады. Созылатын жағына қарай қырқып аламыз. Кішкентай таяқшаларды. Алдыңғы видеода білесіздер, мен сіздерге маңдайға, иыққасының ортасына көрсеткен болатын, осы жерге дейін жабыстырамыз. Оны жабыстырдық деп есептеңіздер. Енді біз көз айналасына қалай жабыстырамыз? Бірінші кішкене мына жерінде төменнен жоғарыға жабыстырамыз. Ұсақ-ұсақ қылып. Енді көздің астына келдік қой, ол жерде бірінші біз қабақта, маңдайда біз төменнен жоғары қарай жабыстырсақ, енді бұл жерден жоғарыдан төмен қарай жабыстырамыз. Яғни кішкене көзіміздің алдында бірінші орнықтырып аламыз. И осылай жабыстырамыз. Ешқандай созбаймыз. Осының өзінде сіздер көздеріңіз жұмып ашқан кезде тартып тұрған байқайсыздар. Яғни бірінші осы жерге орнықтырып алып, сосын барып тейпті жабыстыратын боламыз. Ұсақ-ұсақ неке орнықтырдым. Енді жай ғана жабыстырдым. Ешқандай да тартып жатқан жоқпын. Тағы да біреу жабыстырайын. Орнықтырдым. Енді соны төмен қарай түсірдім. Осылай жабыстырсаңыздар да болады, немесе мына сияқты жабыстырсаңыздар да болады. Енді бұл үстінен кішкене қыздырып өтеміз. Енді ханымдар, сіздерге көз айналасына арналған тейпті қанша уақыт ұстау керек екенін айтайын. Көз айналасына арналған тейпті бір 5-6 сағат, 9 сағат ұстау қажет емес. Бір 3 арбалса 4 сағат қана ұстап алып тастаймыз. Өйткені көздің айналасы өте нәзік болғаннан кейін сіздерге аллергия беруі мүмкін, немесе қызарып кетуі мүмкін. Сол үшін одан көп ұстамауға тырысыңыздар. Сосын қалай шешеміз? Тура
алдыңғы видео айтылғандай төменнен жоғары қарай бірінші міндетті түрде мицеллярный сумен немесе маймен майлап аламыз, өйткені бұл жер өте нәзік. Содан кейін былай мысалы үшін мынаны төменнен жоғары қарай осылай мына жақтан мына жаққа қарай осылай шешіп аламыз. Ал мына тейп жабыстырудың түрінде қалай шешеміз? Төменнен жоғары қарай шешіп аламыз. Астынан жоғарыдан төмен қарай шешіп жүрмеңіздер. Төменнен жоғары қарай жаймен бірінші жібітіп алып, сосын барып шешеміз. Кестік қоя. 3-4 сағаттан артық ұстамаңыздар көз айналасына, өйткені көз айналасына өте нәзік тейпті жабыстырып болғаннан кейін міндетті түрде көз айналасына арналған кремдеріңізді жағып қойыңыздар. Бұл өте маңызды, өйткені көз айналасына күтім 2 есе көп қажет болады бетке қарағанда. Осылай көз айналасындағы әжімнен құтылуға болады. Бұл схемада білесіздер, алдыңғы жолы айтқан схема бойынша жабыстырасыздар, бетке жабыстырған сияқты, бірақ мысалы үшін сіз бетіңізде, маңдайыңызда 9 сағат түнде ұйықтайтын болсаңыз, сіз оны көз айналасында 9 сағат ұстамайсыз. 3 сағаттан кейін жай ғана көз айналасындағы ғана тейпті шешіп алсаңыздар болады. Ханымдар, сіздерге видео қызық болса, комментария қалдырып, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, каналымның дамуына үлес қоссаңыздар. Келесіде, иншалла, сіздерге мұрындағы ісікті және носогубкаға қалай тейп жабыстыру керек екенін көрсететін боламын. Көп ұзамай жаңа бөлім шығады, тек сіздердің қолдауларыңыз керек. Сіздермен болған Фируза Мырзаева, менің каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.